Бейсенбі күні Нидерландтың Роттердам портында болған жарылыс салдарынан кем дегенде бір адам қаза тауып, тағы бірнешеуі жарақат алды. Жарылыс мұнай өңдеу зауыты мен отын терминалында болған. Жергілікті бақ өкілдерінің хабарлауынша, ол жерде жөндеу бригадасы құбырлардың бір бөлігінде жұмыс істеп жатқан. Төтенше жағдайлар қызметі портта электр энергиясының сөнгенін хабарлап, әлі белгісіз мән-жайлар бойынша трансформатордың өртенгенін мәлімдеді. Heeft hier rond 11:30 een explosie plaatsgevonden bij een petroleumbedrijf. Hierbij zijn helaas meerdere gewonden gevallen en is er ook 1 persoon overleden. Onze steun gaat uiteraard uit naar alle nabestaanden. Op dit moment houden we rekening met alle scenario's en doen we onderzoek hoe de explosie heeft kunnen gebeuren. Бірнеше компания өз жұмысын уақытша тоқтатып, жұмысшыларды эвакуациялады. Дегенмен, бірнеше сағаттан кейін порттың кейбір бөліктеріндегі компанияларға электр қуаты біртіндеп беріле бастады.